Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен кунжут қосылған күлшелер дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Дайындалу жолы өте оңай. Бізге жай ғана нанға ашытылған қамырымызды алатын боламыз. Нанға қамыр ашытқан тұғынмын, енді соның жартысын нанға алып қалдым, ал жартысын осындай күлшелер жасаймын деп шешіп, жартысын бөлек ыдысқа осылай салып алдым. Қамырым жұмсақтау болсын деп мен 2 қасық қаймақ салдым, және де тәтті болсын деп 3-4 қасық қантым салып, осылайша әбден қолмен ездім. Егер күлшеңіз одан да қатты дәмді болған қаласаңыз, қанттан 5-6 қасық салуыңыз қажет болады. Осылайша қамырды әбден еземіз, өйткені қаймағымыз бен қантымыз қамырға сіңуі қажет. Енді қамырымызға жаймендеп ұнды осылай салып отырып, бірден салып жібермеңіз, ұныңызды жаймендеп салып отырып, жұмсақ етіп қамыр елейтін боламыз. Ұнды көп сап қойсаңыз, қамырыңыз тастай болып қалады, ол кезде күлшелеріңіз әдемі болмай қалады. Осылайша қамырымызға енді одан сайын әдемі жұмсақтық беру үшін үлкен қасықпен 1 қасықтай бөлме температурасында тұрған майымыз салып, осылайша қамырымызды әрі қарай елейтін боламыз. Мінекей жұмсақ қамыр шықты. 30-40 минутта қамырымыз көтеріліп шығатын болады. Осылайша бетіне сүлгі жауып қойып қоятын боламыз. Енді бізге бетіне себетін күнжутымызды осылай қуырып алатын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Жұмсақ әп-әдемі болып көтерілді. Өзіңізге ыңғайлы көлемде бөліп алсаңыз болады. Менің күлшелерім шамалы үлкен болып кетті. Шамалы шағын болсын десеңіз, шағын етіп кесіп, осылай бөліп алсаңыз болады. Осылайша қолымызды майлап аласыз. Майлап алып, осылай қамырларымызды осылай сопақша етіп, шамалы 5 минутке осылай қойып қоямыз. Енді қамырымызды салып алатын суымызды дайындап қоямыз, яғни сиробымызды шамалап ыстық суға осындай 1 қасық медімізді салып, араластырып дайындап қоямыз. Мінекей май жағылған қамырларымыз жұмсақ болып тұр. Осыны әрі қаратай жайып, домалақ етіп, әдемі формаға келтіріп алатын боламыз. Мінекей әдемі болып шығады. Осылайша барлық қамырымызды осындай формаға келтіріп алатын боламыз, қамырымызды жайып. Егер сізге менің каналымдағы видео рецептер ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Күлшелеріңіз қатты тәтті болған қаласаңыз, ол кезде қанттан 3-4 қасық емес, 5-6 қасық қосуыңыз қажет болады. Сол кезде күлшелеріңіз дәмді болып шығады. Менің күлшелерім 3 қасық салып едім, олай қатты тәтті болған жоқ, бірақ керемет болды, балаларыма ұнады. Осылайша барлығын осындай формаға келтіріп алып, жаңа мед қосылған сиробымызға осылай салып аламыз қамырымызды. Одан соң оны күнжутқа осылай батырып алатын боламыз. Сол кезде күнжуттарымыз бірден жабыса қалады қамырымызға. Мінекей дәл осылай. Менде шамалы қамырларым бостау болып қапты. Шамалы тастайлау етіп орап, бір-біріне біріктірсеңіз, қамырыңыз бұндай бос болмайды. Мінекей менде осылайша 5 түйір күлше шықты. Негізі одан да көп күлшелер шықты, бірақ менің күнжутым аз болып қалғандықтан 5 түйір күнжутқа жетті. Осылайша 250 градуста 20 минут пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.